Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлназ. Бүгін мен сіздерге осындай өте дәмді болып пісіп шығатын және де суға, сорпаға салғанда езілмейтін, жыртылмайтын және қатырып қойсаңыз сынбайтын қамырдың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл қамыр үшін бізге осындай заттар қажет болады. 350 грамм ұн және де 2 жұмыртқа, 2 шай қасық тұз және 1 кесе суық су, яғни салқын су. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, 2 жұмыртқамызды салып, тұзбен араласқан суымызды осылай шетінен салып отырып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз толық біркелкі араласу қажет. Осылай арасында құрғақ ұн қалмайтындай етіп, барлығын біркелкі етіп араластырып, суымызды шетінен құйып отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Өте жұмсақ илемейміз, яғни барлығы толық араласу керек және де өте қатты да болмау керек. Қамырыңыз орташа болып шығу керек, және де қамырды барлығын басын біріктіріп илеп болғаннан кейін бетін жауып демалдырып қоямыз. Қамырымыз 5 минут демалып болғаннан кейін тағы да бір осылай илеп, иін қайтарып, тағы да бір 5 минутқа бетін жауып қойып аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды осылай аздап шетінен ұн сеуіп отырып, ең алдымен 2 шетінен бастап жұқарта бастаймыз қолымыздың күшімен. Қарап тұрсаңыздар, 2 шетінен ғана бастаймыз. Ортасын бірден жұқартпаймыз, себебі ортасы жұқа, шеті қалың болып қалуы мүмкін. Осылай кішкене үлкейе бастаған кезде кішкентай оқтаудың көмегімен жақсылап жұқартып аламыз. Басында айтып кеткендей, қамырды 2 шетінен ғана басамыз. Міне біздің қамырымыздың көлемі оқтауымыздан асып бара жатыр. Мен оқтауымды үлкен оқтауға ауыстырдым және де айтып өткендей тек 2 шетінен жаямыз. Қолымыздың күшін салып, барынша осылай жайып шығамыз. Егер кішкене жабыспақтау болып жатса, ұн сеуіп қоюларыңызға болады. Өстіп, біртіндеп шетінен ауыстырып отырып, яғни бірінші бір жағынан бастасаңыз, келесі жолы қарама-қарсы жағынан бастап ауыстырып отырып, осылай жайып шығамыз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болып қалды. Мынау соңғы етаптары осылай біркелкі етіп тегіс қып жайып аламыз. Дайын болған қамырымызды кеспес бұрын аз ғана ұн сеуіп аламыз.
ұн сепкеннен кейін осылай оқтауымызға орап кесуге дайындаймыз. Қамырымызды осылай кесіп аламыз, яғни жайманың формасы сияқты 4 бұрышты форма береміз. Өз қалауыңыз бойынша жіңішке қылып кесем десеңіз де болады. Көріп тұрғандарыңыздай бізде осындай керемет қамыр пайда болды. Қамырымыз жабыспайды, суға салсаңыз да, сорпаға салсаңыз да езілмей пісетін қамыр. Өте әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерден де шығатынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Гүлназ ас болсын.